Эфирде мектеп жаңалықтары. Студияда мен Зерек. Наурызбай ауданындағы 174 мектеп гимназиясында маңызды жаңалық. Бүгін оқу ордамызда заманауи ЖИ лабораториясы ресми түрде ашылды. Жаңа лаборатория оқушылардың жасанды интеллект, цифрлық технологиялар және заманауи ғылым бағытында білім алуына мүмкіндік береді. Бұл мектептің инновацияға, болашақ мамандарды дайындауға жасап отырған үлкен қадамы. Бәріміз білетіндей, жаңа 2026 жылда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жасанды интеллект жылы деп белгілеген болатын. Осыған орай нөмір 174 мектеп гимназияның базасында жасанды интеллект лабораториясы ашылды. Жаңа зертхана оқушылардың цифрлық әлеуетін арттыруға және жасанды интеллект құралдарын тиімді қолдануға бағытталған. Арнайы кабинет заманауи техникамен жабдықталып, кәсіби жасанды интеллект қосымшаларының нұсқалары іске қосылады. Осы жасанды интеллект лабораториясында не бар? Қандай жұмыстар іске асырылып жатыр? Соның бәрін жоба жетекшісінен сұрап көрейік. Бұған қызығушылығын туындатып жатқан жалпы оқушыларымызда, ұстаздарымызда өте көп. Оқушылардың қызығушылығын ғылыми бағытта дамыту, ғылыми жобалар жазатын оқушылар болса осы лабораторияға келіп, өздерінің зерттеу жұмыстарын жасаса болады. Ғылыми жобаларына жаңалықтар, ғылыми ашылулар енгізсе болады осы лабораторияға келіп. Зертхана аясында анимациялық мультфильмдер жасау, ұстаздарға арналған жасанды интеллект көмекші жобалар, мектеп чат-боты және жасанды интеллект негізінде жасалған мектеп маскоты сынды бірқатар инновациялық бастамалар жүзеге асады. Дайындалған өнімдер мектептің LED экрандарында көрсетіліп, YouTube платформасына жүктеледі. Осы 21 ғасырдың үлкен ғылыми жаңалығы жасанды интеллекттің біздің ауданымыздағы мектептерде лабораторияда балалардың шығармашылығымен жұмыстар жасалынуы бізге үлкен бір тарихи күн деп айтса да болады. Бүгін бізде номер 174 мектеп гимназияда жасанды интеллект зертханасы ашылды. Және де мен бұл зертхана ашылғаны өте қатты қуаныштымын. Себебі біздің мектептің оқушыларына көптеген мүмкіндіктер, жаңа жобалар келуде. Бұл жасанды интеллект арқылы біздің оқушылардың яғни қызығушылықтарын, сабаққа деген яғни тәртібін, тәрбиесін, білімін жақсартуға үлкен үлесін қосады деп санаймын. Аталған жоба мектеп қабырғасында цифрлық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған тың қадам. Мейірлі Қайсарқызы, Назым Ораз, Ұрпақ Үндемедиа, Алматыдан.